Кәсіпшілік заңмен жүзеге асады. Бір күн, бір ай, бір жылда емес. 2017 жылға дейін жалғасады. 3 жыл бойы. Яғни президенттің өзі айтқандай, әділдік, құпиялылық, нарық талаптары қатаң сақталады. Бұл бастамаға кәсіпкерлердің өздері не дейді? Тыңдай отырыңыз. Қазіргі таңда мынау қаржылар шетелде, өзіміздің бизнесмендер шетелде жаңағы құйып жатқан қаржылары, немесе мынау қазір жасырын түрде бір жаңа шетелдік банктерде жатқан қаржыларды өзіміздің елімізге қайтару. Елбасы айтты, неге біздің бизнесмендеріміз өзіміздің елде кейбір кезде жаңағы сол ақшаны өзіміздің бизнеске құюға қорқады. Бұл өзіміздің еліміз, өзіміздің мемлекетіміз. Сондықтан ең біріншіден сол қаржыларды осы жерге тартып, жаңа мемлекет сол үшін жан-жақты оларға жағдай жасау керек. Қорқатын еш нәрсе жоқ. Өзіміздің мемлекет, қазір біздің бизнесмендеріміз аяққа тұрды. Олардың шамалары келеді. Ақшалар, қаражаты бар. Сондықтан сол қаражаттың бәрін өзіміздің елдің экономикасына тарту керек. Және мына президентіміз бізге қолдап отырған кәсіпкерлікті қолдау бағдарламалары, бағана сіз жаңа докладта естісеңіздер, бүгінгі таңға бұл ешбір елде, Беларусияда да, Россияда да ондай көмектер болып жатқан жоқ. Сондықтан бұл мүмкіндіктерді пайдалана отырып, біз Ресейдің де, Беларусияның да одан қалса дүниежүзілік сауда ұйымына кіргенде алғашқы белестерге жетуіне біз шын кәмілет сенеміз. Бизнестің алдынан жиі шығатын кеселдің бірі әкімшілік кедергілер. Әсіресе жергілікті жерлердегі билік кәсіпкерлермен бірлесе жұмыс істеуге ынталы емес. Ал кешегі отырыстан кейін мұндай кедергілердің жолын кесетін заңды енді парламент уақыт тезіне салып қабылдау тиіс. Құжат қазір мәжілістің қоржынында жатыр. Сонымен бірге ұлттық кәсіпкерлер палатасы биыл кепілдендіру қорын құруды жоспарлап отыр. Қордың міндеті тың бизнес идеялардың жүзеге асуына қолдау көрсету. Ол кепілдік фонды сіздің алатын 10 миллион болса, 8 миллионға толығын сізге гарантия береді, сіз ақшаны аласыз. Тек 2 миллионға ғана біз егер 80% болса түрікте, біз оны 90%-ға дейін қоюымыз мүмкін. Біз қазір банктерге де хат жаздық. Әр банкте әртүрлі, біреу 10 қағаз сұрайды, біреу 25 қағаз сұрайды. Соның бәрі біз ұлттық банкке ұсыныс айттық, барлық банкілер талап қойып, мысалы 7-8 қағазбен тоқтату керек.